Ажан ханым, сізге рахмет. Бізді күліп қарсы алғаныңыз үшін, бізге көп осындай қызмет атқарғаныңыз үшін, сіздің бауырларыңызға да осы жерде істейтін Абылай және Бағдаулет деген жігіттерге де ризамын шексіз. Бүгін жұма күні сіздерге Алланың нұры жаусын деп тілеймін. Сізге де Аллаға нұр жаусын. Алланың, сіз осы жердің есепшісі болып жұмыс жасайсыз. Сіздің жұмысыңызға берекет берсін. Алла берекет берсін деп тілеймін. Мына жердегі осы ресепшнның жұмыс жасайтын жерінде осындай алғысымды білдіріп, өзімнің еміме, өзіме шипа болсын деген тілек. Кімге алғыс айтсаң, өзіңе сол болады деген. Сондықтан өзіме ең бірінші шипа тілеймін осы шипажайда. Осы шипажайда маған ұнағаны, кіріп келгенде қарсы алған қыз жігіттердің сондай жүздері, үндері, адамдармен үндескен гармондық, яғни гармония деп айтылады ғой осы. Енді осы шипажайдың жаңалығы 2 жыл ғана болып тұр. Менің тілегім осы шипажайға лас келмесінші, яғни осындай таза күйінде келесі жылда мен осы жерге келгім келеді. Алла қаласа, яғни ем-домын қайтадан тағы да алғым келеді. Сондай тілекпен. Ал енді мынау біздің ең негізгі ас жүйемізге жол тартатын жеріміз ресторан. Қыздардың қызметіне рахметімді білдіремін. Қандай керемет, өте биязы, өте таза жерде біз осындай тамақтанамыз. Барлық жағдай жасалған кең осындай ресторанымыз бар. Бұл ресторанда біздерді қарсы алған жігіт Азиз деген жігіт міне осы жердің басшысы болып саналады. Ал Азиз мырза деп айтайын, Азиз мырза, сізге рахметімді білдіргім келіп тұр. Бүгінгі күні міне менің жұмаға тілек деген репортажымда сізге осы бізге ас жүйемізге жол тауып, біздерді үнсіз өзіңіздің тәтті дәміңізбен, яғни қыздарды үйіріп отырған үнсіз осындай гармониялық керемет бір шипажайға келгенімізге біз сондай рахметімді білдіргім келіп тұр. Алланың нұры жаусын дегім келіп тұр. Бүгін жұма күні тілеген тілек қабыл дейді. Жұртқа не тілесең, сол қабыл болады дейді. Ал енді сізге мыңда бір шүкіршілік айтам. Егер мамаңызға да денсаулық берсін, отбасыңыз аман болсын. Алла. Амин. Аумин. Сау болыңыз, рахмет. Мынау міне ас дайындап жатқан бөлмесі. Бұл бөлмеде қыздар өзінің қызметін атқарып жатыр. Тап-таза, керемет міне. Келесі обедке дайындап жатыр. Міне қандай тазалық, қандай керемет. Рахмет қыздар. Сіздердің қызметтеріңізге Алланың нұры жаусын деп бүгін репортаж түсіріп жатырмын. Сіздерге мыңда бір шүкір. Алла береке берсін ісіңізге. Міне бұндай асхана, яғни таза күйінде Алла қаласа тағы да келеміз деген бұйырса ойымыз бар. Сондықтан сіздерге алғысымды білдірейін деп кірдім. Айыпқа бұйырмаңыз. Сау болыңыз, рахмет. Рахмет. Мынау біздің, яғни науқастардың су ішетін негізгі орны бювет деп жазып қойған. Яғни осы жерде біз стаканмен су ішеміз, минералды су. Ең Сарыағаштың ем-домы осы болып саналады. Сондықтан біз осыны мысалы мына жерде міне осындай керемет көрініс бар. Міне осы ем-дом алып жатқан адамдар өздері су ішіп, осы жерде тынығып отырады процедураның арасында. Керемет, е? Амин, сізге де ем болсын. Және де бір ерекшелігі, процедураның кезінде осындай ақ халат киіп отырады. Ал мына жерде міне төменге түссек, мына жерде бассейн бар.
бассейнді өзім көрсетемін. Звезды нам полным полетят. Наши мечты сбытать. Звезды нам полным полетят. Наши мечты сбытать. Яғни уақытымен жасалады, уақытымен 3-те қосылады. Әйел азаматтарға бөлек беріледі, міне өзінің режим уақыты бар. Ал енді мына жерге кіретін болсақ, бұл жерде процедураның ең негізгісі. Міне медбике сізге бүгінгі күні, жұма күні ісіңізге береке берсін деп тілеймін. Бүгінгі жұмысыңыз берекелі болсын, науқастар шипалы болып, аман-есен ауылына қайтуға өз үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге береке берсін. Осы жұма күні сіздің ісіңізге береке берсін. Міне ұлу қойып жатыр, массаж. Мына жерде арқаға жасайтын массаждың түрі бар екен, кровать бар екен. Яғни мынау процедурный кабинет. Мына жерде адамдар өзінің ем-домын, мына жерде өттің несін 97 деп аталады, 37 дегенді алды. Міне керемет кабинетте жұмыс жасайтын мына жап-жас қыз Асылзатқа мыңда бір шүкіршілік, Аллаға береке берсін деп тілеймін. Айсара ханым, рахмет сізге көп. Сіз біздің тілімізді тауып, әрқайсымызға осындай ем-дом жасағаныңыз үшін біз сізге ризамыз, Айсара ханым. Сіз әрбір науқастың тілін тауып, әрбір адаммен осылай тіл тауып жұмыс жасаудың өзі бір өнер. Сондықтан сіздің өнеріңізге тәнтімін. Рахмет сізге. Бүгінгі жұма күні қабыл болып, сізге алғысымды білдіргім келеді. Рахмет, ем болсын. Әмин. Жансая ханым. Қарап жүріңіз, Жансая ханым. Мына жерде нағыз бір кабинет бар. Бұл кабинетте, яғни физио кабинет деп аталады. Адамдардың бәрі түрлі физио ем қабылдап жатыр. Мына жерде міне қолдарына қолғап киіп алып, нерв жүйелерін реттеуде. Ал ем шипа болсын, сіздерге де бәріңізге шипа. Мына белге белдік тағу арқылы, аяққа, міне Ақмарал ханым, қалайсыздар? Шипа ем ұнап жатыр ма? Шипажай өте таза, 2 жыл ақ болған, осындай керемет жағдайда. Рахмет, сау болыңыздар, ем болсын, жұма күні қабыл болсын. Мына керемет бір емнің түрі, үлкен де кіші де осындай емді алып жатыр. Яғни құлаққа, ауызға, яғни тамақта іште бактерияларды өлтіретін ультра арқылы емдеп жатыр. Мына жерде қыздар ингаляция деген ем қабылдап жатыр. Ал мына жерде біздің Ләззат деген ханым бар еді ғой. Мынау соның көмекшісі, яғни істеріңізге берекет берсін, сымбат. Ал Ләззат ханымдай осы жердің керемет медбикесі болуға тілекшімін. Ал керемет ем-домдарыңыз ұнады. Мына жерде физио кабинет деген бар, яғни адамдар өздерінің арқаларына, елеріне, мынандай тізелеріне, аяқтарына ОДЗ дегенді алып жатыр. Арқаларына мынандай белдеріне мынандай нелер алып жатыр. Міне физио массаж алып жатыр. Осындай Ләззат ханым көрмей қалды. Сау болыңыз, рахмет. Енді бір негізгі кабинет мына жерде не бар? Ең адамдардың несін шығаратын, массаж міне негативті шығаратын, яғни мына жерде отырып өзінің несін алатын осындай бір кабинет бар. Бұл кабинетте отырып бәрі адамдар өздерінің көңіл күйлерін реттеп, аяқтарынан ем-дом алып, осындай тұздың үстін басып, кетпеңіз. Міне күшті осындай жерде қазір міне бәріміз отырып ән айтамыз. Яғни өзіміздің ішіміздегі негативті шығару арқылы бізге осындай кабинет, көңіл күй сыйлайтын осындай күшті кабинет бар. Қарап тұрсына тұз жатыр жерде, міне. Тұзбен емдейтін осындай кабинет бар.
бұл керемет шипажай деп айтуға болады. Сау болыңыздар, рахмет. Ал енді қандай ән бастаймыз? Арыс жағасында танысқан үшін бәріміз арыс. Өзіңмен арыстың бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Түн жамылып келеміз, айсыз ашық аспан. Төбемізде жұлдыздар үнсіз жымыңдасқан. Бара жатқан зымырап байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт деп әннің өзінде айтылғандай, адам өзін бақытты сезінетін кабинет осы. Мына Шәмші Қалдаяқов өзіміздің кәдімгі психологымыз, өзіміздің неміз әннің бәрін қарап отырсаң, психологтың, психологияның бәрі өзіміздің ұлтымызда бар. Сол әнші Шәмші Қалдаяқовтың әндері арқылы өзіміздің негативімізді шығарып, көңіл күйімізді реттеп алатын жер деп мен осы жерде айта аламын. Ал қалай? Ұнап жатыр ма? Ем дом сіздерге шипа болсын деп айтамын. Жұма күні алған емдеріңіз шипа болсын деп, осы дұға тілектеріміз қабыл болсын деп айтамын жұма күні. Рахмет, сау болыңыздар деп кетемін. Счастливо, давайте. До свидания.